Привет! Егер сен НТ туралы ойлар мазалайтын болса, егер мамандықты дұрыс таңдадың ба деген ойлар мазалайтын болса, онда осы видеоны ары қарай көр. Себебі мен как студент ретінде, уже екінші курс студент ретінде, который уже БТны мамандық таңдау деген проблемалардан өткен, қиындықтардан өткен студент ретінде ойымды айтқым келеді. Давайте бастайық, біз вообще мамандықты қалай таңдаймыз. Көп адамдар ата-анасының айтуынан белгілі мамандық таңдап түседі. Білмей ата-анасы айтқан жақпен түседі. Но потом оны жақсы көруі мүмкін, ары қарай жасап кетуі мүмкін, ары қарай істеп кетуі мүмкін. Кейбіреу өз қалауымен түседі, ұнатып түседі. Бірақ кейбір кезде өз қалауымен түсіп, бірақ ойлағандай болмайды, немесе өзіне жақын емес екенін түсінеді профессияны. Солай басқа профессияға ауысуы мүмкін. Немесе ата-анасының қалауымен түсіп, кейін өзінің шын қалауы емес екенін біліп, басқа профессияға кету мүмкін. Айтқым келетін, что вообще негізі профессия, немесе особенно профессия таңдау, когда сен 16-17 дейсің, это такой неопределенный нәрсе. Ол бір жақты емес вообще былай. То есть айтқым келген 16-17 жаста таңдаған, когда сенде вообще опыт жоқ, көбінде белгілі бір таңдау мамандық туралы опыт жоқ кезде угадать, угадать, болжап, дұрыс табу, как будто процент өте аз, чтобы это угадать, чтобы реально прям түсу, прям нысанаға түсіп, прям угадать ету таңдаған мамандықты қиын. Дэвид Бернс айтқандай, өмір бұл келбетін түрін, өзгертетін опыт, тәжірибе, және де тоқтамайтын ағын. Және бұл ағында, бұл потокта біз өзгереміз. Өскен сайын біздің ойымыз өзгереді, көп нәрсе туралы, өзіміз туралы, өмір туралы. Особенно әрине профессия туралы да өзгеру мүмкін. Сыртқы жағдайымыз өзгереді, заман өзгеру мүмкін. Мен ойымша ойлаймын, бұл өте қалыпты профессияны ауыстыру. Әрине күшті, бір таңдаған мамандық бойынша көптеген жылдар бойы оқып, профессионал болып өзің жалғыз бір ісінде. Ол өте күшті әрине. Бірақ мен айтқандай, это угадать, табу прям, менікі деген профессияны қиын. Және біз өзгереміз, біз ойымыз өзгереді көп профессиялар туралы, өзіміздің профессиямыз туралы. Сондықтан ол өте қалыпты, егер адамдар профессияны ауыстырса. Окей, егер сен ертең таңдаған мамандығың туралы өкініш болады, өкінем белгілі бір мамандығын таңдаған деп ойласаң, не істесек болады? Егер сен мысалы бірінші жылдан кейін ойлай бастайсың, мамандықты бекер таңдадың, өкінудемін деп. Сол кезде осыны өзің айтатын бол. Қазір де айт. Мен сол уақытта өмір ішіндегі 16-17 жасымдағы бар білгенім бойынша осы мамандықты таңдадым. Ата-анаң да бар білгені бойынша саған совет беріп, бар білгені бойынша айтып, белгілі мамандықты таңдатқызды. Белгілі мамандық таңдауға итермеледі. Әрине сен басқа да информация білсең, басқа мамандық туралы білсең, ол қандай екенін білсең, әрине сен сол мамандық таңдайтын едің. Но сен бар білгенің бойынша белгілі мамандық таңдадың. Сен бар болғаны 17-16 болды. То есть это нормально, то что сен көп нәрсені білмейсің ондай кезде, потому что бізде опыт жоқ, по сути. И басқа жағынан қарасақ, бұл білмеймін, нечестно, как будто сен өзің сонша ауырлықты бересің, тастайсың. Это өте қиын, особенно мен де ойлайтын, неге мен 16-17 жасымда бәрі айтатындай өмірімді шешетін, өмірімнің жолын бастайтын мамандықты 17-16 жасымда таңдауым керек. Потому что мен по сути ештеңе білмеймін деген сияқты, менде опыт жоқ белгілі бір таңдаған мамандық туралы, Сондықтан өтінемін өзің ондай ауырлықты тастама. Потому что это почти что невозможно. Ол болжап қандай болатын өмірімді, Потому что опять-таки біз ол өмірді әлі сүрген жоқпыз, әлі кішкентаймыз, біз әлі енді аттап келе жатырмыз, үлкен өмірді. Одан кейін әрине айтқым келеді, что это нормально, ол өте қалыпты. Сен уайымдап жатсаң мамандық туралы, профессия, болашағым туралы қалай болады, алда келе жатқан жылдар, мен НТ-ны қаншаға тапсырамын, мен грантқа түсе аламын ба, мен қозға түсе аламын ба, мен белгілі бір қалаған қажет балды ала аламын ба деп ойлаған, уайымдаған негізі өте қалыпты. Бәрі де одан өтті, көбісі олай уайымдады, мен де уайымдадым. И вообще негізі, егер сен өйтіп болашағың туралы уайымдап жатсаң, бұл ненің себебі, Потому что сен өзің болашағың туралы ойлайсың, саған бәрібір емес, былай айтқанда өзің туралы, өзің болашақ туралы. Сен белгілі бір жетістіктерге жеткің келеді. Қателік жасауың келмейді, желательно. Соңғы айтқым келетіні, негізінде көбінде бұл профессия туралы емес, оны таңдаған адам туралы. Оны таңдаған адамның қасиеттері мен қабілеттері. Өзінің мықты маманы болу, ол арқылы жақсы табыс табу да негізі көбінде
сол адамның қасиеттері мен қабілеттері болып табылады. Адам қаншалықты стресске төзе алады, адам қаншалықты өз-өзіне мотивация бере алады, дисциплинасы бар, алға қойған мақсаттарына жету. Сондықтан бәрі сенің қолыңда. Егер осындай уайым басқан кезде біл, сенің қолыңнан келетіні бұл тек былай қарап тұрсақ жақсы оқу, жақсы дайындалу НТ-ға, ұбт-ға, жақсы нәрсені ойлауға тырысып, болашақта мақсаттар қойып, оларға жетуге тырысу. Сенің контроліңде не бар, соған қарау ғой, былай айтқанда. Және өз-өзіңе сен, өз-өзіңе жақын досың бол, өзіңді алдыға итермеле, демалуды да ұмытпа. Негізі өз-өзіңе сенімді болуда. Бәрі айтады, өз-өзіңе сенімді бол деп. Бірақ көбінде мен ойлаймын, өз-өзіңе сенімділік келеді тек сен іс-әрекет жасаған кезде, мен істей алмаймын деп ойлаған нәрсені жасап, өз-өзіңе дәлелдеген кезде, яғни өз-өзіңе уәде бергенде, өз-өзіңе мақсат қойған кезде оны орындау, бұл арқылы да сен пайда болады. Сондықтан барлық жақсылық тілеймін. ұбт жолыңда болсаң, мен саған өте үлкен сәттіліктер тілеймін, сәттілік тілеймін саған. Бүгінгі видео осылай болды. Менің айтқан сөздерім, ойларым саған көмектесті деп ойлаймын. Тағы да НТ, УБТ профессия жайлы видео қаласаң, комментарийға жазып кет, мен қарауға тырысамын. Және де мен телеграм-каналыма тіркеліп кетсем болады. Ол жерде мен күнделікті ойларымды, өмірімді салуға тырысамын. Және де сұрақтар қойсаң болады. Мен қарап, ответ, жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше, пока.